Наргенже қарындасымыз бұл күнді ұзақ құтты, құрметті ағайын. Мен ер азамат болғанымда сіздер ұқсап ат мініп ат шауып жүретінем, шида болмағанда көкпар беретінем деп армандайтын еді менің қарындасым. Енді осындай көкпардың шыңға шыққаны соншалықты 2 жыл 3 жылдың көлемі болды. Осы көкпар берсең болады, жұрт беріп жатыр деп тілге тиек етіп жүріп, біз осыдан бір 2 ай алдын Мақтаарал Жетісай қалашығында үлкен көкпар болды. Міне Жомарт бауырымыздың жездесі, еркін жездеміз бізде міне көкпар беріп, сол жерде халықтың алдынан рұқсат сұрап, осы көкпарды берсек қалай болады деп үлкен ақсақалдарымыз міне Жетісайдан Төлеш көкем бар, міне соның ішінде болған. Төлеш атамыз бар, ішінде болған. Сол кісілерден рұқсат сұрап, сіздер міне дұрысынан түсінерсіздер. Солай ғой Наргенже. Енді айналайын, қуанышың құтты болсын. Үлкен ақсақалдардан бата алып, үлкен ақсақалдардан рұқсат алып, бүгінгі көкпарды түйіндеп алдық. Көкпарымыздың басында соны тілге тиек етейік, елдің алдында сөйтіп айтайық деп арнайы. Мадияр қайда, Мадияр? Сонымен қоса міне Наргенженің қалай өскені, қалай осындай міне Наргенже болып шыңға шыққаны біздің көзіміздің алдымызда. Наргенже қай жерде туылған, Наргенже қай елдің қызы, Наргенже халықтың қызы екенін білеміз. Қай жерде туылып дүниеге келген, қай елменен ұштасып келе жатқан қыз деп жалпы міне ел көпшілік сұрайды осы көкпар әлемінде. Сондықтан міне арнайы мен бүгін көптің алдында өзім арнайы міне туып өскен жердің қай жерде тұрмыс тіршілігін өткізіп жатқанын айтайық деп. Сонымен қоса бүгінгі көкпар өзгеше, елдің өзгешелігі. Бүгін көкпар азаматшаның көкпары, елдің көкпары. Сонымен қоса сондықтан бір-біріңізге қатты сөйлемей, бір-біріңізге реніш білдірмей, бір әдемілеп, ер азаматқа сын болатын тірлік істемей, бір жақсылап әдемілеп көкпар шауып алайық, құрметті ағайын. Той құтты болсын, сіздерге де жұғысы болсын. Наргенже қарындасым Бұхара қаласындағы бір Газли деген бір қалашық бар, бір әдемі орналасқан. Сол Газли қаласында туып дүниеге келген ұл болсын, анамыздың алтын құрсағынан тараған. Содан кейінгі жерде осы міне Түлкібас ауданына көшіп келіп, азда бір Қызылорда қаласында міне қоныс аударып келіп, сол жерде табаны тиіп, сол жерде міне қанат қатайтқан азаматша. Содан кейінгі жерде осы міне Шымкентке келіп, Наргенже боламын, Наргенже деп елдің арасында жүремін деп осы небір міне игі жақсылармен иық тіресіп, бүгінгі күнге шүкіршілік қылып, бүгін біздеріңіздің бастарыңыз осы көкпар бергелі жатыр, құрметті ағайын. Енді Наргенженің бір арманы дүние тұрғанша анам тұрса деп армандаушы еді. Бұл кісі де қоштасты. Содан кейінгі жерде енді анасы дүниеден өтті, көңіл айтамыз. Енді бұл өмір бар жерде өлім бар деген, құрметті ағайындар. Төрде тұрған түккілен түсі бар да түгі жоқ. Кешегі жүрген жан анам, төсегі бар да өзі жоқ деп қайғырып қала беріп, қабырғамыз қайыстыратын бұл 5 күн жалған дүние. Сондықтан бүгін міне әрі анасына ас беріп жатыр. Бұл кенже барлық жағынан Наркенже деп ат қойған. Сондықтан бір үйдің кенжесі азаматша болса да, небір азаматтардың ісін алып жүрген азаматша. Сондықтан Наргенже қарындасымызға бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Енді елдің алдында көңіл күйменен көкпар шапсын деп арнайы осы Наргенжені Наргенже қылып ел осы міне өздеріңіз еркелетіп жүрсіздер. Сондықтан атта жүрген азаматтар духты жинап алып көкпар шапсын деген мақсатпенен елім ай деген әнді орындап көкпар бастасақ деп жатырмыз біз, құрметті ағайын. Мен басында сөйлеп кетейін. Біздің отбасымызды сыйлап келген сіздерге Алла разы болсын. Наргенже деп жатсыздар, бұл Серікбаевтар әулетінің көкпары. Мұнда біздің ағамыз, 2 ағам осында. Мен қазір сол елімайды айтып болғаннан кейін қайтайын деп тұрмын. Негізі Наргенже нағыз қазақтың қызы. Қайдан келген болса да, қайдан тұрған болса да, Наргенже сіздердікі. Осыны ұмытпаңыздар. Ал жаңа айтып жатыр, анам мені сіздер үшін дүниеге алып келген екен. Алла мені сіздер үшін сіздерге сыйлаған екен. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Осылай біздің қуанышымыздың төрінде көргеніме қуаныштымын. Жаңа мен кішкентай айтып өтейін деп тұрмын. Біз енді осында еңбектеніп
Мен өзі көкпарды жақсы көретін болғаннан кейін біз сіздерге арнайы сыйлықтарды да дайындап жатырмыз, умраны дайындап жатырмыз, сертификаттар дайындап жатырмыз, белбеу дайындап жатырмыз, тай-тұяқ дайындап жатырмыз. Бірақ соны қайсыларыңызға Алла бұйыртса да қолдарыңызға көтеріп бір суретке түсіп алу біздің отбасылық альбомда қалады. Сертификаттарыңызды кімге Алла бұйыртса да сол көтеріп суретке түссе әр салымда. Түсіндіңіздер ғой, Алла қаласа барша қазақ еліне бұйырсын дегім келеді. Кеттік, сіздердің құрметтеріңізге қазақ елім. Жібер!